Сәлем баршаңызға. Бүгін майға қуырмайтын, осындай қып-қызыл болып шығатын, осындай сочный болып, қараңыздар, міне суы да шығып тұратын, және картошкамыз да дәмді болып шығатын тамақ жасаймыз. Ол үшін видеоны соңына дейін қараңыз. Алдымен картошкамызды жақсылап тазалап, жуып аламыз, және ортасынан бөліп, соломка етіп турап аламыз. Үстіне тұз, қара бұрыш және паприка саламыз, және кішкене май құйып, араластырып жібереміз. Міне картошкамыз дайын болды, осыны бір шетке қойып қоямыз. 500 грамм фаршқа 3-4 пиязды блендермен өткізіп саламыз, және ас көк саламыз. Тұз, қара бұрыш татымына қарай салып, қолымызбен жақсылап араластырып аламыз. Бірінші картошкамызды салып аламыз, жаңағы фаршымызды аз-аздан алып, котлет жасап аламыз. Міне осындай үлкендеу етіп жасаңыздар, піскен кезде бұл кішірейетін болады. Қызып тұрған пешімізде 220 градуста 40-45 минуттай пісіріп аламыз. Міне тамағымыз дайын болды. Тарелкаға салып жей беруге болады. Міндетті түрде осылай жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Шын сенімдімін, себебі менің отбасыма қатты ұнайды осы тамақ. Мен бұл тамақты тез-тез жасап тұрамын. Әсіресе диета ұстап жүрген жандар болса, осыны міндетті түрде жасасын. Сіздермен болған Зарина, маған тіркелуді ұмытпаңыздар.